Гиннестің рекордтар кітабына ең қорқынышты фильм болып «Шайтанды қуу. Экзорцист» фильмі енген. Уильям Блайтти романының желісі бойынша түсірілген фильмнің режиссері Уильям Фридкин. Кино 1973 жылы түсірілсе де, қазірдің өзінде 250 үздік киноның қатарынан түспеген. Бұл фильмнің бюджеттік қоры 12 миллион долларды құрайды. Киносүйер қауымның айтуынша, бұл фильмнің қаражаты біздің уақытымыздағы кинолардың қаражатымен салыстырғанда тым аз мөлшерді көрсетеді, бірақ «Экзорцист» 400 миллион доллар табыс тапқан. Фильм 10 рет Оскар сыйлығына ұсынылып, 2 рет осы премияны қанжығасына байлаған. Фильмнің сюжеті бойынша жын кішкентай қыздың бойына еніп алады. Одан қалай құтылудың жолын іздеген анасы қызын классикалық медицинамен емдетпек болады. Бірақ медицинаның жәрдемінен түк шықпайтынын түсінген соң атеист ана жыны бар қызын шіркеуге алып барады. Өзінің шіркеудегі әріптестермен қосылып жүріп, жас шырақшы Демон қыздың жынын қағуға көмектеспек болады. Жынды аластау кезінде кәрі шырақшы көз жұмады. Оқиға осылай шарықтай береді. Гиннестің рекордтар кітабінен ойып тұрып орын алған әлемдік фильм расында да қорқынышты болғандықтан 16 жасқа толмаған балаларға көруге рұқсат етілмейді. Бұл фильм екінші рет түсіріліп, көрермен назарына ұсынылып та үлгерген.